Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз дастарханның көркін кіргізетін ерекше рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың асылған төс еті, жұмыртқа, сәбіз, картоп, тұз және де майонез қажет болады. Ең алдымен пищевой пленкамызды столға төсеп, кейін ең бірінші сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте сәбізімізді біркелкі етіп жайғастыруымыз қажет. Ендігі кезекте бетіне сәл тұз сеуіп және майонез жағып шығамыз. Келесі кезекте картопымызды өткіземіз үккіштен. Картопымызды біркелкі етіп жайғастырғаннан кейін тағы да тұзын сеуіп, майонезін жағамыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды өткізетін боламыз үккіштен. Тұзымызды сеуіп, майонезімізді жағамыз. Енді 4 бұрышты етіп туралған тауықтың төс етін қосамыз. Бұл жерге кез келген начинка салсаңыздар болады. Мінекей барлығын біркелкі етіп жайғастырып шықтық. Тұзын сеуіп, майонезін жағып шығатын боламыз. Ендігі кезекте видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырындап асты жағынан көтеріп, рулет қылдырып ораймыз. Бұл оралған рулетті холодильникке салып қойуымыз қажет болады. Бір түнге қойып қойсаңыздар, рулеттеріңіз жаңағы тұзы, майонез сіңіп, тіптен жақсы болады. Мінекей, біздің рулетіміз дайын болды. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.